Құрметті көрермендер, қадірлі тіл жанашырлары, бүгін халықаралық қазақ тілі қоғамында өте ерекше қонақ. Ұлыбританияның Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Кэти Линч ханым. Қош келдіңіз. Көп рахмет. Біз осыдан біраз уақыт бұрын бір ортақ шарада елшімен бірге осындай бір жиында кездескен кезде елші ханым қазақша сөйлеп бәрімізді таңғалдырды. Мен сол жерде бірден өтініш айтып, елші ханымды бізге осындай сұхбат беруге шақырған едім. Сондықтан тағы да бір мәрте біз үшін бұл үлкен мәртебе. Құрметті елші ханым, сіз енді Қазақстанға келіп, осындай тіл үйреніп, жай ғана үйреніп қолмай ол тілде сөйлеп жүрсіз. Сондықтан осындай тәжірибені бізге көпшілікке көрсету, тәжірибені бөлісу өте маңызды. Сондықтан бірінші сұрағымыз, қазақ тілін қашан және қалай үйрене бастадыңыз? Шынымды айтсам, мен әлі күнге дейін қазақ тілін жаңадан бастап оқып жүргенде сезінемін. Қазақстанға келуіме дейін ковид кезінде онлайн режимде 3 сағаттық күн сайын алдым. Осы жақсы негіз маған берді. Бірақ әрине еркен сөйлеу үшін, тіл меңгеру үшін қазақ тілінің ортасында үнемі естіп, үнемі сөйлеп отыру керек. Ауылда 1-2-3 ай күзігі теспін деп ойлаймын. Бірақ аптасына алы 1-2 рет сабақтарым бар. Ақырындап жақтырып жатыр деп ойлаймын. Бірақ ақырындап. Сөзіңізді естіп отырмын, менің ойымша өте үлкен ілгерілеу бар. Сіз үшін өте қуаныштымын. Одан кейін бұндай тәжірибені көру, менің ойымша тілді үйренгісі келетін, Қазақстанда тұратын немесе шетелден келген әріптестер үшін өте жақсы мысал, және оларды шабыттандыратын өте әдемі мысал. Рахмет. Сізге көп рахмет. Енді қазақ тілін үйреніп жүрген шетел азаматы ретінде, одан кейін бір емес бірнеше тілді білетін дипломат, маман ретінде сіздің ойыңызша қазақ тілінің қандай ерекшеліктері бар? Ерекшелігі туралы. Біріншіден, мен алғаш рет түркі тілдеріне жататын тілді үйреніп жүрмін. Және білетінізде, Еуропа тілдерінің грамматикасы өзгеше, мүлдем өзгеше. Бірақ мен бұрын жапон тілін үйрендім, және жапон грамматикасымен ұқсастықты көремін. Мысалы, сөздер орын тәртібі, бастауыш, тұлықтауыш, етістік сөйлемнің соңында тұр. Сосын басқа жапон тілімен ұқсастықтар бар деп ойлаймын. Екіншіден, мүмкін қазақ тіліндегі сөздерге қазақ тарихы әсер етеді. Мысалы, араб, парсы, орыс сөздері бар. Және көшпелі өмірге байланысты тұрақты сөз тіркестер бар. Мысалы, ең сүйікті ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын көл. Әдемі. Тамаша. Рахмет.
Ал енді ағылшын тілімен бір ұқсастық не болмаса бір жақындық таба алдыңыз ба, ондай жоқ па? Ұқсастық аз, қиындық көп деп ойлаймын. Сөздер орын тартыбы әртүрлі. Маған мен үшін осы мүмкін ең қиын деп ойлаймын. Бірақ жалғаулар. Орыс тілінен мүмкін жалғаулар оңай, бірақ талдық жалғау. Қиын. Мысалы, айтқаныңызды түсіндім. Осы көрілім. Ағылшын тілін сөйлейтін адам үшін қиын. Сосын өткен шақ көсімші. Мысалы, Ұлыбританияға барып келдім. Немесе сатып алдым. Үмітіп қалдым. Үмітіп кеттім. Әртүрлі мағына бар. Дыбыстар. Ағылшын тілінде жоқ, дыбыстар қазақ тілінде бар. Қ, әр. Қиын, сөйлеу қиын. Бірақ ұқсастар туралы мүмкін орыс тілінен қазақ мен ағылшын тілдерінде өткен және келер шақ көп. Мысалы, қазақ тілінде келген, келді, келіп жатқан, келетін еді. Сосын келмек, келетін шығар. Көп, нюанстар көп. Және ағылшын тілінде де солай деп ойлаймын. Көп рахмет. Сіздің айтып отырған мысалдарыңыз, келтіріп отырған түрлі ерекшеліктердің барлығы сіздің тілді шын мәнінде өте мұқият, терең зерттеу оқып жүргеніңізді көрсетіп жатыр. Көп рахмет. Бұның өзі шынында да өте үлкен, менің ойымша жақсы мысал оқып жүрген адамдар үшін. Енді ағылшын тілі қазір дүние жүзінде өте көп сөйленетін тіл. Біріккен ұлттар ұйымының 6 ресми тілінің біреуі. Шынында да ағылшын тілін оқығысы келетін, үйренгісі келетін адамдар өте көп әлемде. Енді осы ағылшын тілінің өзінде қандай қазір өзгерістер болып жатыр? Ағылшын тілінде сөйлейтін орта тілге қатысты қазақ тіліндегідей бір алаңдаушылық, не болмаса тілді қалай қолдаймыз, тілді қалай қорғаймыз деген сияқты талқылау бар шығар. Сол ағылшын тілінің өзі қалай өзгеріп жатыр? Қызықты сұрақ. Біз үшін ағылшын тілін әлемдік тілге арналғаны үлкен көрмет, үлкен бақыт деуге болады. Бірақ өкінішке орай Ұлыбританияда балаларымыз қазір тілді үйренуге жалқау екен көріп отырмыз. Қазақстанда талантты жастар қазақша, орысша, ағылшынша сөйлей алады. Это тамаша. Бірақ әрине ағылшын тіліне қазіргі әлемде көптеген нәрселер әсер етеді. Әсіресе американдық ағылшын тілі ерекше ықпал етті. Себебі біз голливудтық фильмдерді үнемі көреміз. Ағылшын тілі жылдар бойы қарапайым безресми болып келе жатыр. Жақсы ма, жаман ба, кім біледі. Бірақ Ұлыбританияда мүмкін диалектер аймақтық вариацияларды жоғалтып және жоғалтып жатыр.
бұл өкінішті, бірақ қазіргі әлемде тоқтатуға болмайды деп ойлаймын. Тіл өзгереді. Бұл табиғи құбылыс деп ойлаймын. Өте жақсы жауап, көп рахмет. Өйткені бізде қазақ тілді ортада осындай талқы өте көп. Қазақ тіліне сырттан ықпал ететін өзге сөздер өте көп кіріп жатқан. Басқа тілдердің тасқыны, глобализацияның, ғаламданудың әсерінен. Сондықтан мен әріптестеріме көп айтам бұл туралы. Бұл жағдай тек қана қазақ тілінің жағдайы емес. Бұл барлық тілде де болып жатыр. Орыс тілінде де, француз тілінде де, соның ішінде бүкіл әлем сөйлейтін ағылшын тілінде де осындай өзінің қиыншылықтары бар деп. Біз халықаралық қазақ тілі қоғам ретінде де осы дүние жүзіндегі ең кең таралған тіл ретінде ағылшын тілі мен қазақ тілін байланыстыруға тырысамыз. Менің ойымша бұл өте маңызды. Өйткені қазіргі әлемде технология тұрғысынан да, әдебиет тұрғысынан да, мәдениет тұрғысынан да көп нәрсе ағылшын тілінде жасалып жатыр. Соның ішінде әсіресе ғылым. Сондықтан осы ғылым мен білімді, мәдениетті осы екі тілді байланыстыру арқылы өзара байытуға болады деп ойлаймыз. Сондықтан осыдан бірнеше жыл бұрын мысалы Абайды ағылшын тіліне аудардық. Дүние жүзіндегі 10 тілге аударылды президенттің тапсырмасы бойынша. Соның ішінде Кембридж баспасымен ағылшын тіліне аударған болатынбыз. Ондағы ойымыз ағылшын тілді ортаны Абайдың шығармашылығымен таныстыру. Сондықтан егер мүмкіндік болса соны көрдіңіз ба, одан кейін біздің ойымызша кез келген ұлттағы осындай үлкен ұлылар жалпы алғанда ортақ нәрсе туралы айтады. Абай болсын, Шекспир болсын, Хемингуэй болсын, бертіндегі не болмаса Пушкин. Сондықтан осындай бір ортақ құндылықтарды насихаттауды біз сол Абайды аудару арқылы жасағымыз келді. Сондықтан осы мысалы Абай мен Шекспирдің шығармашылығынан бір ұқсастық па, немесе бір үндестік па байқай алдыңыз ба? Күрделі сұрақ. Мен ағылшынша Абайдың аудармасы бар, ағылшын тілінде оқыдым, бірақ қазақ тілінде Абайды оқу қиын, солай емес пе? Бірақ Абайды оқып жүргенде мүмкін ол қазақ әдеби тіл жасауға көмектескенін түсіндім. Және ол адам бойындағы жақсылық мен жамандықты көрді, осы туралы жазды. Және Шекспирді солай. Шекспирді оқу қазір қиын біздің жастарымыз үшін. Бірақ ол адамшылық туралы жазады. Сосын менің ойымша Шекспир мен Абайды біздің әдебиетіміздің аталары ретінде көреміз деп аламыз. Өте жақсы. Көп рахмет. Біздің де ойымыз солай. Енді осы айтып отырған жұмыстың бір көрінісі бұл мынау ағылшын және қазақ тілдерін, соның ішінде ағылшын және қазақ мәдениеті мен әдебиетін біріктіру бағытындағы жасалған бір нақты жұмыс деп ойлаймыз. Біз Оксфорд университетінің баспасымен бірге 4 жыл жұмыс істедік. 50 маман қатысты. Енді Оксфорд университетінің баспасы ең алғашқы сөздікті 150 жыл бұрын шығарған екен. Сондықтан сол тәжірибенің бәрін жинақтап, осындай алғашқы Оксфорд қазақ сөздігі шығып отыр. Осы сөздікті сізге сыйға тартқымыз келеді. Қандай сыйлық. Рахмет сізге. Көп рахмет. Мүмкін болса. Сізге рахмет. Шынымды айтсам, ағылшын тілінде сөйлейтіндер үшін
қазақша ағылшынша режиссер жетіспейді. Мен орысша арқылы қазақ тілін үйрендім. Сосын осы сөздікті көріп қатты қуандым. Қатты қуандым. Сізге сіздің әріптестеріңізге жүректен алғысым білгім келеді. Көп рахмет. Біз сізге барша қазақ тілінің жанашырлары атынан, халықаралық қазақ тілі қоғамы атынан, рұқсат болса, жалпы Қазақстан атынан ризашылық білдіргіміз келеді. Өйткені нағыз дипломаттың бір жақсы мысалы, тілге деген құрмет, елге деген құрмет, одан кейін шын мәнінде менің ойымша кәсібилікті көрсететін бір ерекше қабілет. Сондықтан осындай елге келіп, қазақ тілінде сөйлеп жатқан елші ретінде сізге шын жүректен ризашылық білдіреміз. Көп рахмет сізге. Рахмет.